Сонымен футбол не болды? Футбол. Қайырлы таң айдындарда қазақ. Біз кез келген істе жалпы ата-бабамыз бұған не айтқан екен деп қарасақ, осы футбол жөнінде дұрыс нәрсе айтпаған екен. Доп ойнаған тозар, асық ойнаған азар деп айтыпты. Бәрінен де қой жағып, қой бағып, құйрық жеген озар дейді. Сонда бұған дұрыс бата айтпаған екен ғой жалпы. Біздің оңбай жүргеніміз сол емес пе деп бір ойланыңыздаршы. Мысалы, кез келген жағдайда Майк Тайсонның бір сөзі бар. Мен неге басқалардан артық болдым дейді. Мен қарсыластарым дейді менің таңғы 4-те 6-да тұрса, мен 3-те 4-те тұрдым дейді. Көрдіңіздер ме? Ал мынау мектептің мынау стадионы алаңы. Қайда мынау? Таңғы 6:30 бір жаттығып жүрген бала бар ма? Міне, еңбек қой. Еңбек қайда? Біз олардан көп еңбектенбей, бізден нәтиже шықпайды. Осыны біліңіздер міне. Ал біз келемізді анау имамдарға берген, аста садақа берген ақшаларымыз санаймыз. Иә? Ал имам енді ол бөлек әңгіме. Бәрібір ақыретке солар бізді шығарып салады. Соңғы жаназаң солар оқиды. Ал соған берген ақшамыз санаймыз. Бірақ Дженниферге, жаңағы футболға 300 мыңдап, 500 мыңдап ақшамыз шашамыз. Иә? Ал ет қымбаттаса тағы шулаймыз. Енді ол арзан болғаны бәріне жақсы, бірақ малшының дәрежесі неге көтермеске? Шетелдегідей. Ол 24-та 7 жұмыс істейді. Дәрігерлердің дәрежесі неге көтермеске? Олардың зарплаттары неге көтермеске? Жалақысын. Қойшыларға неге жағдай жасамасқа? 24-та 7 дәрігер, мұғалім, полициялар, иә? Тағы да еңбек етіп жатқан осындай мамандықтар көп. Ал менің естуімше, осы футболистердің бір айлық жалақысы, енді естуімше 5 миллион, 6 миллион дейді айлығы. Ал оны жылдыққа көбейтсеңіздер қайда кетті енді? Ал одан біздің экономикамызға қандай пайда келеді? Олар тамақ өндіре ме? Олар біздің еліміз дамыта ма? Білімге, ғылымға неге шашпаймыз сол ақшаны? Ал біз келемізде жаңағы 5-6 теңгемізді санаймыз. Молдалар жеп қойды, сөйтіп қойды, бүйтіп қойды. Ол жұмсаса, сол мешіттің газына жұмсады, суына жұмсады, күндізін ағып жатыр, күндізін жанып жатыр. Ал біз неге дұрыс ойламаймыз? Сондықтан дұрыс ойлағанда қалай енді? Біз одан да осы үмітсіз шайтан дейді енді. Барлығынан жақсы сөйле, жақсы үміттен дейді ғой. Үмітіміз зор. Бұны тек денсаулық жөнінде, денсаулыққа пайдалы ретінде ғана спорт деп қарасақ болады, меніңше. Е? Ал соған енді соған бөлген ақша, соған кеткен қыруар ақша, ой, Құдай сақтасын енді. Керемет ақша бөлінеді екен. Соны біз неге мынау мал шаруашылығын дамытуға салмаймыз? Білім ғылымды дамытуға неге салмаймыз? Білімділер жетеді, өнерлілер жетеді, бірақ соған неге жағдай жасай алмай жатырмыз, мемлекет? Иә? Еттің, сүттің, жұмыртқаны, май, кілегей дейміз, осындай күнделікті адам қолданатын, тұтынатын тағамдардың барлығын біз шетелден алып жатырмыз. Жартысынан көбіне бөлі. Бұл деген үйетті ұят. Біздің ата-бабамыз мал шаруашылығымен айналысқан көшпелі халықпыз дейміз, бірақ еттің өзін Бразилиядан алып отырғанда мен осыны таң қалдым. Тауықтың бәрін сол шетелден алып отырмыз. Олар бір жетіскен тағамын жіберіп жатқан жоқ. Анау дойкадан сауып 2-3 жылдан кейін, 4-5 жылдан кейін түкке жарамаған еттерді сиырлардың бізге жібереді екен. Бұл өте ұят. Сондықтан айналайын арда қазақ азаматтары, кішкене ойларыңызды жинақтаңыздар. Біздің өндіріп жатқан заттарымыз не? Кола, энергетиктар, колбаса, оның ішінде 1 грамм еті жоқ. Сонда адам баласы бір бизнеспен айналысқанда, қазақ болғаннан кейін, қазағыңа не пайда беріп жатсың? Оның өсуіне ме жұмыс жасап жатсың? Қазақтың денсаулығын құртып жатырсың. Біз осыны ойлау керек. Дұрыс нәрсені дұрыс жасаңыздар. Бизнесті дұрыс жолға қойыңыздар. Ол қазаққа, болашағымызға зиян келтірмеу керек. Пайда беру керек. Пайдалы өнім өндіру керек. Міне осы жағына қарай көңіл бөлсеңіздер деп мен айтқым келеді. Әр қазақ менің жалғызым. Сондықтан қазақтың жанашыры қазақ қана. Иә? Сізге сырттан келіп біреу сіздің денсаулығыңызды қарап бермейді. Сырттан келіп сізге пайдалы тағам әкеп бермейді. Керісінше олар сенен пайдалысын алып, түкке жармаған бізге беріп жатыр.